Annyeonghaseyo, Yorobun, сәлем достар. Сіздермен мен Айсель және Кимчи ТВ. Достар, енді біздің алдағы видеоларымыз тек корей тілі сабақтары бойынша емес, Корея жайлы қызықты мәліметтер, оның ұлттық тағамдары, дорамалар сияқты жөнінде болатын болады. Және алдағы видеолар қандай тақырыпта болғанын қаласаңыз, өз ойларыңызды комментарийға қалдырып отырыңыздар, мен оны міндетті түрде ескеретін боламын. Тілді үйрену үшін корей тілімен ұйықтап, корей тілімен оянуларыңыз керек. Менің айтқым келгені, тілдік курстарға қатысып қана қоймай, приложениялармен жұмыс істей бермей, сөздік те жаттап қана қоймай, сол елдің мәдениетімен де таныс болып, өзіміздің сол жерде қандастарымыздың өмірлерімен де таныс болғандарыңыз өте пайдалы болады деп ойлаймын. Сол себепті мен сіздерге өзімнің 10 сүйікті инстаграм блогерлерімді ұсынатын боламын. Мен барлық парақшаның инстаграмдарын описанияға қалдырып кетемін. Өзіңізге қызықты болған парақшаға кіріп, танысып көре аласыз. Бұл ешқандай да реклама емес, мен реклама дегенді қалай істеу керектігін де білмеймін, тек өзімнің кеңестеріммен сіздерге шын жүректен бөліскім келеді. Бірінші айтқым келетін парақша ол Sense Korean деп аталады. Парақшаны Мөлдір деген қазақ қызы жүргізеді. Мен оның бір айлық курсына қатысқан болатынмын. Өте қарапайым, түсінікті тілде түсіндіреді. Қателеспесем, Мөлдір Кореяда бакалавриатты бітірген болатын, ал жақында достар ол магистратураға қайтадан Кореяға тегін оқуға түсті. Және мен оған қатты қуандым, және осындай қазақ қыздарымен мен өте шыны керек мақтан тұтамын. Инстаграмда өте көп пайдалы ақпараттар бар, міндетті түрде көріңіздер. Екінші менің аттасым Айсель Мұстафаева. Мен Айсельдің алғаш рет онлайн сабағына қатысқан болатынмын. Айсель де, Мөлдір де маған онни болып келеді. Онни дегеніміз қазақша әпке деген сөз, яғни жастары менен үлкен. Және олар менің саңсаңнемдерім. Саңсаңнем дегеніміз не еді? Мұғалім деген сөз. Айсель онниде Кореяда біршама уақыт оқып келген болатын. Білетін шығарсыздар, бастапқыда өзі модель, мисс және актриса болған. Үшінші Түйметақ. Инстаграмын корей тілі бойынша дамытып жатқан қыз, шын есімі қымбат. Мен бастапқыда осы парақшаны бақылап отырып, өзіме көп жақын мәліметтерді таптым, яғни ол қыздың сүйікті гүлі Түйметақ екен, менікі де шыны керек Түйметақ еді, яғни орысша айтқанда ромашка деген сөз. Оның сүйікті актрисасы да меніңкі сияқты Сон Хё Кё екен, менің де сүйікті актрисам Сон Хё Кё. Оның да историялары өте қызықты екен және мотивацияға толы. Корей тілін жақсы біледі екен, мен оған көзім жетті, себебі алдағы уақытта да оның курсына қатысып көргім келеді. Төртінші Step Korean деп аталатын парақша. Бұны да басқа Мөлдір деген қазақ қызы жүргізеді. Мен де оның 3 күндік курсына қатысып көрген болатынмын. Мөлдір де жарты жыл Кореяда оқып келген болатын. Танысып көрсеңіздер болады. Бесінші Look Korean деп аталады. Парақшаны Алуа деген қыз жүргізеді. Мен де оның марафонына қатысып көрген болатынмын. Оның да инстаграмы өте қызықты және мотивацияларға толы. Алуада Кореяға тегін оқуға түскен болатын, бірақ коронавирус болғандықтан өзі шешім қабылдап бармайтын болған. Оның курстарында өзінің оқушыларымен, Кореядағы және достарымен практика жүзінде видеоға шығып тұрады екен. Келесі айтатын 5 блогер развлекательный контент ретінде Кореядағы өмірлерімен бақылап отырамын. 6-шы блогер AG нижний пробел 04. Кейбіреулеріңіз танып жатқан шығарсыздар, бұл Кореяда оқып жүрген қазақ қызы Гүлдана жайлы. Ол Кореяда оқып жүріп, Кореяның ең танымал деген дорамаларына массовкаға түсіп жүрген қыз. Мысалы, олар Пентхаус, Винченца, Истинная красота, Мудрая жизнь в больнице, Сумасшедший парень этого района деген сияқты дорамалар және тағы да басқалары. 7-ші менің қазір ең сүйікті көріп жүрген блогерім It's Fly Moon. Биыл Кореяда магистратураны бітірген Айдана жайлы. Өзінің әпкесімен тұрады және қателеспесем бірге 4 жыл жүрген кәріс жігіті бар. Екеуі өте жарасымды жұп. Екеуінің таныстықтары да өте қызықты болған және араларында көп жағдайлар өткен. Және ең бастысы маған қазір қатты ұнайтыны историялары өте қызықты, информативный, ақпаратқа толы. 8-ші блогер Лео Лена деп аталады. Ол қателеспесем кәріс қызы, бірақ Өзбекстаннан. Күйеуі де кәріс, екеуі бірге Кореяда тұрады. Инстаграмдарын өте қызықты жүргізеді және ең бастысы олар өздерінің курстарындағы оқушыларына Кореяға баруға розыгрыш ойнатқан болатын. 9-ші блогер Құлпынай нижний пробел Корея.
Кореяда 7 жылдан асық тұрып келе жатқан қазақ қызы менің жерлесім. Күйеуі кәріс, өзінің күнделікті өмірі жайында айтып отырады. Құлпынай Ғұни жайында мен тағы да айтатын боламын, күтіңіздер. 10-шы ең соңғы және менің ең сүйікті Instagram, YouTube блогерлерімнің бірі Love Korea, нижний пробел official. Кореяда 15 жылдан асық тұрып келе жатқан Ольга жайында. Ол өзі қазақстандық, бірақ қазір анасы Ресейде тұрады. Күйеуі кәріс, Ким Сон Гын және олардың керемет әдемі қыздары бар, София және Анжелина. Мен олар жайлы тағы да айтатын боламын, күтіңіздер. Достар, міне мен сіздерге өзімнің 10 сүйікті Instagram блогерлерімен бөлістім. Басқа да қаншама пайдалы ақпаратпен бөлісетін блогерлер де өте көп, бірақ менің бұлар ең жиі көп қарайтын блогерлерімнің тізімі. Келесі видеомыз Instagram емес, YouTube блогерлер жайында болады. Міндетті түрде күтіңіздер, өте қызықты болады.